Жалпы ортағасырлық Жанкент қаласының орнында қазба жұмыстары 2005 жылдан бері үздіксіз жүргізіліп келе жатыр. Бүгінгі таңда 20 маусым қазба жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз. Ол басты қазба жүргізетін, ғылыми жұмыстарды жүргізетін облысымыздағы Қарашаңырақ, Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ғалымдарымен жүргізіліп келді. Осы уақытқа дейін бірнеше халықаралық экспедиция ұйымдастырылды. Оның ішінде алыс жақын шетелдіктермен, мысалға Германияның Тюбинген университетінің ғылыми қызметкерлерімен, ағылшын Англиядағы Оксфорд университетінің, Мәскеу мемлекеттік университетінің, Ресей ғылым академиясының ғылыми қызметкерлері, Алматыдағы Әлкей Хақанұлы Марғұлан атындағы археология институты тарапынан жасақталған үлкен бірнеше экспедициялар ұйымдастырылды. Соңғы 23 жылдан бүгінге дейін қазба жұмыстары негізі 14 жылдан бастап облыстық әкімдіктің қолдауымен, қаржыландыруымен қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. Оған қосымша бірнеше ғылым комитеті жариялаған білім және ғылым министрлігінің тарапынан берілетін гранттың есебінен жүргізілді. Оған қосымша 2023 жылдан бері міне халықаралық түрік академиясының қолдауымен биыл 3-ші жыл қазба жұмыстары жүргізіліп келе жатыр. Қазіргі таңда қаланың төңірегінде 10-ның үстінде қазба салынды. Дәлірек айтсақ, 13 қазба салынды. Бұлар Жанкент қаласының қорғаныс құрылыстарын зерттеуде, тұрғын жайлардың орнын зерттеуде, қаланың қалыптасқан уақыты мен тіршілік етуін тоқтатқан уақыттарды анықтауда үлкен өзінің нәтижелерін, мағлұматтарын беріп жатыр. Бүгінгі біздің қолда бар ақпараттар бойынша Жанкент қаласы 6-шы ғасыр, 7-ші ғасырдың орта тұсында қалыптасып, содан 10-шы, 11-ші ғасырға дейін тіршілік еткенін көрсетіп отыр. Аңыздарға сүйенсек, Жанкентті біз мынау Оғыз есімімен байланыстырамыз, және осы Қарабур әулиенің де есімі осы аңыздарда Жанкентпен тұстасып жатады, және Бегмана есімімен де байланысты. Енді бұл аңыз, жалпы аңыздың астарында ақиқат бар дегенде, жалпы Жанкентті жергілікті халық мынау жылан жұтқан, яғни қала халқын жылан шағып өлтірген соңғы тұрғынына деген аңыздар бар. Бірақ енді біз оны тарихи параллельді іздеп қарасақ, ол жылан сол кезеңдегі бір үлкен жаугершіліктің бір бейнесін беріп тұрғандай, яғни ол кейіннен теңеп келіп, осы Жанкентке сол аспаннан жауған жылан сияқты көрші тайпалардың шабуылы, соның жаңағы фонында Қарабур әулиенің әскермен келуі, ол кімнің, Бегмананың жаңағы бұрымын кесіп ханның, осы Жанкент ханның жазалауы, осының барлығы бір үлкен тарихи оқиғаның ауызба-ауыз халықтан ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, оның форматы өзгеріп, сол үлкен бір нақты болған тарихи оқиғаның бізге жеткен аңыз нұсқасы болуы мүмкін. Өйткені осы Жанкенттен қашықта емес, Бегмана мұнарасы бар, білесіздер, Арал батыс бетінде. Ол да 11-ші ғасырмен мерзімделетін Оғыз архитектурасының бір жаңағы ескерткіші болып табылады. Жанкент қаласының 11-ші ғасырда өмір сүруін тоқтатқанын білеміз. Сол себепті ол шын мәнінде Бегмананың кесенесі, ол қаланың күйреу кезеңі, осының барлығы бір тарихи сәттерді көрсетіп тұрған сияқты. Сол себепті оны әлде де аңызды біз үңілуіміз керек, басқа да нұсқаларын қарауымыз керек, оны тарихи деректермен салыстыруымыз керек, сөйтіп ол аңыздан бір ақиқат шығаруымыз керек деп ойлаймын.